айналамызда бәрі қымбаттап жатыр. Күнделікті алып тұратын нанның бағасы да өсті. Бұны байқамай қалу қиын. Бірақ мамандардың айтуынша баға төмендегенше біртіндеп өсіп тұрғаны жақсы. That a little bit of inflation is a good thing. A little inflation now would be a good thing. Everybody wants a little inflation. Себебі тауардың қымбаттауы жақсы дамып келе жатқан экономиканың белгісі дейді. Бұған сенесіз бе? Тауарлар мен қызметтер бағасының өсуін инфляция деп атайды. Инфляцияда тиімді цикл деген түсінік бар. Баға өсе бастағанда, халық бағаны әрі қарай өсе береді деп ойлайды. Бұл оларды қазір бағасы тым қымбаттамай қалғанда, ірі тауарларды сатып алуға ынталандырады. Мәселен, көлік, тұрмыстық техника немесе тағы басқа керек зат. Өйткені халық кейін артық төлегісі келмейді. Ірі тауарлармен бірге нан, сүт, киім сияқты күнделікті алып тұратын заттар да шамалы қымбаттайды. Тауар не қызметтің қымбаттауы компанияларға көбірек табыс алып келеді. Бұл өз алдында адамдарды жұмыс орнымен қамтамасыз етеді және олардың жұмсай алатын өз қаражаты болады. Ал бұл болса тұтынушылар сұранысын көбейтіп, сәйкесінше бағаның өсуіне де алып келеді. Осылайша бұл цикл айналып тұрады. Осы шеңберде тауар бағасы ғана өсіп қоймай, тұтынушылардың табысы да бірге өсіп тұрса, бәрі қалыпты түрде айналып тұрады. Тұтынушылар әлі де өзіне керек, өзі қалаған тауарды ала алады. Бағаның өсуі жақсы жаңалық болмаса да, мамандардың көпшілігі аз мөлшердегі инфляция дұрыс дамып келе жатқан экономиканың белгісі деп санайды. Инфляция адамдарды ақшаны жай ғана жинап сақтап отырмай, оны уақытылы тиімді жұмсауға немесе инвестициялауға итермелейді. Бірақ инфляцияны әрдайым бақылап тұру керек. Егер инфляция бақылаусыз қалса, ел экономикасы күрт құлдырап кетуі мүмкін. Мысалы, Венесуэлада 2018 жылы болған инфляция 1 миллион пайыздан асты. Ел экономикасының жағдайы тым нашарлап, көптеген адамдар елден кетуге мәжбүр болды. Әйткенмен, тауарлардың қымбаттауы оның арзандауынан, яғни дефляциядан әлде қайда жақсырақ. Бағаның төмендеуі тұтынушыларға тауар одан әрі арзандап қалар деген оймен сатып алуды кейінге қалдыруға мүмкіндік береді. Тұтынушылар аз ақша жұмсаса, өндіруші компаниялардың табысы азаяды. Олар өз шығындарын азайтуға тырысып, жұмыскерлер санын қысқартады. Ақыры жұмыссыз қалған халық ақшасын үнемдеу үшін сатып алуларын да қысқартады. Осылайша сұраныс азайғандықтан тауар бағасы да төмендейді. Осындай кері шеңбер экономиканың ақырын дамуына не құлдырауына алып келеді. Ал бұл жағдайдан шығу инфляцияға қарағанда қиынырақ. Сондықтан бағаның шамалы өсуі, яғни инфляция жақсы нәрсе екенін мойындауға тура келеді.